Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Гүлбану. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етінен көкөністер қосылып, яғни қуырмай духовкада пісіретін түрін көрсететін боламын. Өте жеңіл әрі тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Көп уақытыңызды алмайды, ең бастысы барлығын турап сала салатын тағамдардың бір түрі. Және де көріп тұрғандарыңыздай түрі де өзі де әп-әдемі болып пісіп шыққан, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі бізге тауық аяқтары, яғни тауық еттері қажет болады. Енді осы еттеріміз көріп тұрғандарыңыздай үлкен бізде, сондықтан осыны қазір пышақтың көмегімен екіге бөліп алатын боламыз. Барлық бөліп дайындап алған тауықтарымызды маринадтауға дайындайтын боламыз. Жарты сағат немесе 1 сағат көлемінде. Көріп тұрғандарыңыздай енді бөліп дайындап алдым. Оның үстіне дәміне қарай 1 шай қасық тұзымды салдым, және де қара бұрышты да дәміне қарай саласыздар. Енді осының үстіне 1 ас қасық томатымды салдым. Томаттың орнына кетчуп қолдансаңыздар да болады. Және де 1 ас қасық майонезімді салдым. Оның үстіне 2 немесе 3 шай қасық соевый соус құйсаңыздар жеткілікті болады. Және де 2 немесе 3 тісше чеснокты қолдандым. Оның үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап қолымыздың көмегімен барлық жеріне жететіндей, тиетіндей етіп араластырып аласыздар осылай. Және де бетін жауып жарты сағат немесе 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Осы уақыт аралығында біз көкөністерімізді дайындап алатын боламыз. Бізге қажет көкөністер картоп, сәбіз және де пияз. Енді осыларды турап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай картошкамды мен 4 бөлікке бөліп алдым. Егер сіздерде ірі картошка болса, онда 6 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Сәбізімізді де қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен осылай жіңішке домалақ етіп турап алдым. Осы видеоның астына толық құрамын описание бөліміне міндетті түрде жазып кететін боламын. Және де пиязымызды күнделікті тағамға қолданып жүргенде осылай ұзынша жіңішке етіп турап алатын боласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын турап дайындап алдым. Енді осының үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз. Мен 1 шай қасық тұз салдым. Және де қара бұрышты да дәміне қарай саласыздар. Осындай әдемі, яғни картошкамызге әдемі түр беру үшін, сарғыш қып-қызыл болып пісу үшін осындай куркума қолдандым. Және де 2 ас қасық сұйық майымды құйып алдым да қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл тағамды отбасыларыңыздың санына қарай көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Енді ыдысымызға, яғни противеннің астына фольга төсеп, жаңағы дайындап алған көкөністерімізді әдемілеп салып шығатын боламыз. Құрметті көрермен, осы видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, комментарий бөліміне өздеріңіздің кері байланыстарыңызды жасап, лайк қалдыруды да ұмытпаңыздар. Осылай қолымыздың көмегімен барлығын әдемілеп жайғастырып алатын боламыз. Және де жаңағы 1 сағат менде маринадта тұрды тауық еттеріміз. Енді осыны үстіне салып шығатын боламыз. Енді осы уақыт аралығында пештеріңізді қатты қыздырып дайындап қойыңыздар. 180 градуста қызып тұрған пеште 1,5 сағатта пісіріп аласыздар. Және міндетті түрде бетін осылай фольгамен жауып пісіріп аласыздар 1 сағат көлемінде. Және де 1 сағаттан кейін, яғни менде міне көріп тұрғандарыңыздай 1 сағатта фольгада пісіп шықты. Енді фольганы алып тастаймыз да бетін осылай ашық күйінде жарты сағатқа пісіріп алатын боламыз. Және де тауықтарымызды осылай кішкене тесіп қойсаңыздар да болады. Сонда барлығы 1,5 сағатта, яғни пісіп шығуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай осымен біздің тағамымыз дайын, 1,5 сағатта пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.